сұрақтар дайындаған болатынмын. Яғни сол сұрақтарға жауап береміз. Түсінікті ғой, иә? Яғни сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеру мақсатында, яғни әртүрлі сұрақтар қойдым осы жерге. Осы сұрақтарға тез жауап беріп шықсақ. Есікті ашу үшін не қажет? Есік жабық болу керек. Жеген сайын жылататын нәрсе не? Таяқ. Ары қарай лимонның жартысы неге ұқсайды? Яғни екінші жартысына ұқсайды. Елімізде талдардан жасалған қорған қалай аталады? Талды қорған деп аталады. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз бізде тағамдық уытты инфекция деп аталады. Яғни тағамдық уытты инфекция, ботулизм, одан кейін бруцеллез, яғни сарып ауруы. Осы инфекциялық аурулар кезінде эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру. Енді кішкене сабаққа мотивациялық сипаттама беріп кетсем, бізде тамақтан уланулар өзі белгілі бір жыл мезгілдеріне маусымдылыққа тікелей байланысты болады. Яғни жаз мезгілдерінде тамақтан уланудың көрсеткіштері едәуір не істейді? Жоғарылайды. Яғни бізде тамақтан уланулар үлкен 3 топқа бөлінеді. Олар микробты тамақтан улану, одан кейін микробсыз тамақтан улану және белгісіз уланулар деп жіктеледі. Енді бүгінгі сабағымызда біз бірнеше оқыту технологияларын қолданамыз. Оның бірі оза оқыту технологиясы, одан кейін интерактивті технологиялар міндетті түрде болады. Сандық білім беру технологиясы, сосын деңгейлеп оқыту технологиясы. Деңгейлеп дәрістер соған байланысты топқа атау береді. Бірінші топ қандай қойыңыздар? Қай яшық? Екінші яшық. Сіздерге пандемия атауы түсті. Сіздерге қай яшық? Бірінші яшық деді. Бірінші яшық сіздерге инфекция атауы берілді. Үшінші топқа эпидемия атаулары. Яғни топтарыңыз атауларын алдыларыңызға қойып қойсаңыздар болады. Ішсіздегі дизентерия, сальмонеллез және тысқақ инфекциялары. Осы инфекцияларға байланысты Learning App бағдарламасында сіздерге арнайы тапсырма дайындадым. Сол тапсырманы сіздер қазір QR арқылы сканерлейсіздер, сөйтіп орындарыңызда тапсырманы орындайсыздар. Бұл жерде суреттермен, сөздермен тапсырмалар берілген. Оған сіздерде 20 сұрақ бар, 20 сұраққа 20 ұпай негізінде бағаланасыздар. Балада яғни жалғандықты шақыруға теңізі байқалған, одан кейін бізде көпшіліктің бұл қай инфекцияда болады? Дизентерияда болады дейді. Ал келесі сұрақ береді. Ал тұра қойыңыз, Рауза. Сальмонеллездің қозғалғышы. Ал мына суретте не бейнеленген? Ал жауап бере қойыңыз. Ал енді жауаптарыңызды толық тексеріп көрейік. Жарайсыздар, тапсырма сәтті орындалды. Енді осы сіздер 16. Гүлшанай 15 ұпай. Шырын 16. Ләйла 5 қате. 15. Айсәуле 4 қате. 16 ұпай. Азада қате болған жоқ дейді. Азада толық орындадыңыз 20 ұпай. Салиха 5 қате 15 ұпай. Бізде қазір екінші тапсырма алгоритмді деген деп айттым. Қазір сіздерге алгоритмді нұсқа беріледі. Сол нұсқаларды бланктерді сіздер орындарыңызда толтырасыздар. Яғни бұны толтырған кезде жұптық бағалау жүреді. Яғни сіздерге максималды 30 ұпайды жинауға тырысуларыңыз керек. Ол үшін сіздерге қазір осы бактериалды ішек инфекциялары бойынша алгоритмді кесте беремін. Осы кестені алып, барлықтарыңыз толтырасыздар.
Енді жұп-жұппен беремін. Бұл жерде мысал алатын болсақ, үш сүзегінде инфекция көзі, берілу механизмі, қабылдағыш ағзаға байланысты алгоритмдік жаңа парақшаны толтырасыздар. Екінші топқа дизентерия, шигелла бойынша алгоритмдік нұсқа беремін. Ал үшінші топқа ТРС-қа ауру бойынша нұсқаларды беретін боламын. Осы нұсқаны тез-тез толтырасыздар, сосын тұрып әрқайсыларыңыз жұп-жұбыңызбен сол сұрақтарға не істейміз? Жауап береміз. Сонымен қатар үш сүзегіне және де паративке күдікке алатын науқастар бұл бізде 3 тәулік бойы және де сонымен қатар одан да жоғары тәулік бойы дене қызуының жоғары болуымен болатын науқастар үш сүзегіне күдікке алынып дереу арада үш сүзегіне зерттелінетін болып табылады. Ал Айна? Инфекция көзі стационардан шыққаннан кейін 3 айдың ішінде бактериология зерттеудің нәтижесі оң болған кезде зерттеп қаралушы адам жіті тасымалдаушы ретінде қабылданатын болып табылады. Яғни бақылаудың 4-ші айында бұл кезде өттен және де қан сарысуынан зерттеу алынатын болып табылады. Зерттеудің нәтижелері теріс болған кезде ауырып сауыққан адам бақылаудан алынатын болып табылады. Серологиялық зерттеудің нәтижелері, яғни оң болған кезде нәжіспен есептеліп бестер бактериология зерттеу жасалынады. Олардың нәтижесі теріс болған кезде, яғни 1 жылға дейін диспансерлік бақылауға алынатын болып табылады. Енді жаңа тақырыпты бастау үшін мен қазір сіздерге алдыларыңызға ноутбук қойып қойдым. Ноутбукта сіздерге ойын түрінде квест берілген. Яғни 3 топқа тамақтан улану тақырыбы бойынша сұрақтар мен квест ойындары берілген. Яғни барлықтарыңыз ноутбукты ашамыз, алдыларыңызға ссылка қойып қойған, ойынның ссылкасын, сол ссылканы Google-ға ставить етесіздердағы ойынды ашамыз, квестті. Бұл бізде Joytech бағдарламасында, аштыңыздар ғой барлықтарыңызда, ал квестті орындауды бастаймыз. Квестті бастайсыздар, орындайсыздар, одан кейін топ бойынша осы квестті қалай орындадыңыз, қандай құпиялары бар, яғни бірізділік бойынша айтып, орындап, түсіндіріп бересіздер. Түсінікті ғой? Сұрақтар тек тамақтан улану тақырыбына байланысты қойылған. Бұл жерде сұрақтарда сіздердің деңгейлеріңізге байланысты берілген. Жеңіл сұрақтар, орташа сұрақтар және ауыр сұрақтар. Ауыр сұрақтарға кеш жағдаяттар қарастырылған. Алған аяқпен, анал. Сұрақ, арнайы қоздырғыштың токсиндердің тағамда көбеюінің әсерінен туындаған уланулар болған бактериалды интоксикация деп өзіміздің жауабымызды жаздық. Одан кейін бар салфетка және пинцетті алып. Бұл жерде бізде шыққан микробсыз тамақтан улануларды анықтаңыз, яғни химиялық заттар, жануарлардың улы мүшелері және де улы өсімдіктер, саңырауқұлақтар және де жасыл картоптарды таңдадық. Яғни біз кітапты басқан кезде бізде сурет берілген, яғни суретте бізде қай аурудың екендігін анықтаңыз деген. Яғни бұл ситуациямен тікелей байланысты. Бұл стафилококкты улану деген деп жауап берді. Енді бүгінгі бірінші тапсырмаларымыз квест ойыны болды. Енді екінші тапсырмада қазір сіздерге Ookla.com платформасында бізде екінші тақырып бізде ботулизм ауру болды. Біз тамақтан улану тақырыбын толық қамтып шықтық. Енді біз ботулизм тақырыбын толық меңгеруіміз керек. Ол үшін сіздер қазір QR код беріледі. Осы QR кодты сканерлейміз. QR кодты барлықтарыңыз сканерлеп алыңыздар. Сканерлеген кезде жаңағы сызбанұсқа кестесі шығады. Бұл жерде бұл инфекцияның бөліктерін сіздерге қазір мен топқа бөліп тастаймын. Бірінші сіздерге инфекция тобына ботулизмнің этиологиясы мен эпидемиологиясы бойынша тірек сөздерді жазасыздар. И сол тірек сөздеріңізге жеке-жеке сипаттама бересіздер. Түсінікті ғой? Ал сіздердің жазған тірек сөздеріңіздің барлығы экранға автоматты түрде түседі. Келесі сіздерге ботулизмнің клиникалық көріністері, одан кейін емдеу, диагностикасы кетеді және науқастарға күтім ерекшеліктері бойынша тірек сөздерді жазамыз. Түсінікті ғой? Үшінші топқа алдын алу шаралары, эпидемия тобына, одан кейін ошақта ботулизмге қарсы жүргізілетін індетке қарсы шаралар бойынша. Түсінікті ғой? Тез-тез тірек сөздерді жазамыз, и сол тірек сөздеріңізге сипаттама береміз. Түсінікті ғой? Сіз
сіздер жазған бойда мына жерге автоматты түрде тірек сөздеріміздің барлығы түседі. Шатаспаймыз, иә? Екінші топтың тірек сөздерін толтырып тастамаңыздар. Әр топ өздерінің арнайы берілген тапсырмаларын орындайды. Тірек сөздерді ғана жасаңыздар, соған сипаттама бересіздер. Ал, бірінші этиологиясын жазды. Этиологиясы бойынша сипаттама кім жазды? Айта қойыңыздар. Тұрамыз. Этиологиясы бойынша. Ал, тұра қойыңыз. Қоздырғыштың атауын дұрыстап айтамыз, иә? Отыра қойыңыз. Келесі. Айтыңыз. Жалпы ботулизм ауруы, сатан қошқардың ауруы, екінің резервуары 3 түрге бөлінеді. Сыртқы орта, жалпы сыртқы су лайы деп болады. Ал іші жылы қанды жануарларға біз өзіміз шөліп қойып кетіп болады. Ал салқын қанды жануарларға бізді моллюскалар шайында деп болады. Отыра қойыңыз. Тұрап келесіз, тұраймыз. Сіздерге індетке қарсы алдын алу шаралары. Ал, тірек сөзіңіз қандай? залалсыздандыру, тазарту, жұмшаю, яғни оның негізгі алдын алу шарасына келетін болсақ, бағана концерттегі алған жеміс-жидектерді, көкөністерді барлығын топырақтан жақсартып, тазартып, жұмшаюымыз керек болып табылады. Одан кейін барып жұмшаюымыз керек болып табылады. Одан кейін барып ет, балық өнімдерін бар оның ластауынан сақтау керек болып табылады. Жалғастырамыз. Шығармашылық деңгейлеріңізді тексеру үшін сіздерге жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін қолдану ретінде үйге тапсырма берген болатын. Ал әр топқа әр түрлі тапсырма бердім. Қандай тапсырма орындап келді? Бірінші топ кім? Кім шығады? Ал, шыға қойыңыздаршы. Сіздерге қандай тапсырма берілді? Презентация қорғау. Тез. Ал, яғни біз жасанды интеллектті қолдана отырып, өзімізге берілген тақырып бойынша презентация жүргізген болатынбыз. Негізі біз өзіміз блог түрінде жасаған мәліметтерімізді бірінші болып Moscow School Go бағдарламасына салдық. Олар бізге қайсыларына қандай мәлімет жазу керек екенін түсіндіріп көрсетіп берген болатын. Және де дайындалған слайдымызды біз бірден алдықтан біз, яғни Slides Go бағдарламасына салдық. Ол жерде әрбір слайдқа бөлек-бөлек өзі бөліп берген болатын. Яғни айтатын болсақ, бізге берілген тақырып, яғни бруцеллездің алдын алу шаралары, түрлері және де бізде жолдары болып табылады. Яғни сіздерде сайтты жасанды интеллект көмегімен жасадыңыздар, иә? Материалды қайдан алдыңыздар? Материалды өзіміз дайындап, Google-дан алдымыз, Word түрінде өзіміз дайындап қойдық. Несімен, одан кейін олар бізге әр слайдқа өзі бөліп берді. Отыра қойыңыздар. Жарайсыздар. Жасанды интеллекттің мүмкіндігін, яғни презентацияны 1 минуттың ішінде өздері жасап келген екен. Келесі топ сіздер қандай тапсырма берілді? Видеоролик дайындап келдік дейді. Яғни жасанды интеллекттің мүмкіндігі бойынша видеоролик беріліпті. Қалай жасадыңыздар видеороликті? Біз видеороликті және бағдарламасының көмегімен жасанды интеллект түрінде біздің ботулизм ауруына қатысты негізгі осы ауруды зерттеген ғалымымыз плюстан жасанды интеллект ретінде сөйлеткен болатынбыз. Яғни бұның негізгі бұл жердегі біздегі негізгі ақпараттарды біз Google бағдарламасынан алған болатынбыз. Және де сонымен қатар біз топтаса отырып жағдаяттық есептер дайындаған болатынбыз. Задобуть
қалашығы аудандық емханаға 6 сәуір 2022 жылы осы қалашықта Речная 8-де тұратын 37 жастағы механизатор Асанов отбасының буындарының ауыратынына шағымдар келді. Емхана дәрігері Сергеева жедел сарып алғашқы диагноз қойып, санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасына шұғыл хабарлама жолдады. Қорытынды диагноз жедел сарып 8 сәуір 2022 жылы қойылды. Ауруханада емделгеннен кейін қанағаттанарлық жағдайда 30 сәуір 2022 жылы диспансерлік бақылауға жіберілді. 7 сәуір 2022 жылы емханаға жоғарыдағыдай шағыммен тағы 6 адам, 2 адам Асановтар жанұясына, 4 адам қатар тұрған 2 жанұядан, олардың 4-еуі 14 жасқа дейінгі балалар келді. Сол күні олардың барлығы жедел сары, бруцеллез диагнозымен ауруханаға жатқызылды. Лабораториялық зерттеу диагноздың дұрыстығын дәлелдеді. 7 науқастың 4-еуінен брусиломелатенсис 1 биылары бөлінді. Асановтар жанұясы бір қорада бір сиыр, 2 қой ұстайды. Наурыз айында бір қойға түсіп болған. Жанұя мүшелері мал күтіміне қатысқан, сиырдың саумал сүтін қайнатпай ішкен. Қалған 2 жанұяда мал жоқ, бірақ олар Асановтардан сүт сатып алып пісірмей ішкен. деп беретін болады. Түсінікті ғой, ал 3-ші топ инфекция тобы. Сіздер қандай тапсырмасын жасап келдіңіздер? Викскоп платформасында, яғни біз Викскоп платформасы арқылы біз яғни студенттерге нұсқаулық жасаған болатынбыз. Ол жерде процедура инфекцияның нұсқаулық, процедураның анықтамасы жүргізіледі. Одан кейін толығырақ арнайы батырмасын басу арқылы толығырақ видео материал алуға болатын болып табылады. Оның ертең анықталатын болады. Одан кейін арнайы нұсқаулықтар жүзеге асырылады. Яғни бұл жерде алдын алу шаралары, олар инфекцияның көзі, жол-жолдарда клиникалық симптомдардың алдын алу шаралары жүзеге асырылады. Нұсқаулықты негізінен 24 жүзі қолдану мүмкіндігіне ие болады. Егер де бір болса, арнайы сақтауға жеткізіп қалдыруға болады. Жалпы ақпарат кезінде біздер процедурасының таралу жолдары, клиникалық көріністері, жаңа қандай да белгілер байқалған жағдайда осының барлығы жалпы ақпарат бөлімінде енгізілген болатын. Ал диагностикалық бөлімде біздер қандай лабораториялық зерттеулер алынатыны, ветеринологиялық, вирусологиялық зерттеулердің қандай жолмен алынатыны туралы мәлімет берілген. Одан кейін бізде алдын алу шаралары, яғни бруцеллез малдан жұғатын болғаннан кейін, яғни бізге малдарға, яғни ошақты індетке қарсы шаралар және оларды шараларды жүзеге асыру болып табылады. Яғни бұл бағытта бізде 3 негізгі шара жүзеге асырылады. Яғни бұл уақытта сау малдарды, яғни малдарды дәрігерлік тексеруден өткізу, одан кейін дәрігерлік тексеру өткізіп, яғни оларды сауға рұқсат берілуі керек болып табылады. Жалпы малдарға арналған, яғни оларды оқшаулау секілді шаралар жүзеге асырылады. Одан кейін бізде яғни қосымша тағы видеороликтер берілген болатын. Яғни егер мына жердегі мәліметтерді түсінбеген жағдайда осы видеороликтердің кез келген көру арқылы біз толық мәлімет алуға болады. Өте қызықты. Қандай бағдарламамен жасадық? Викском бағдарламасын жасаған екен. Енді сіздерге осы жұмыстарыңызды толықтырсаңыздар. Мысалы, бұны пациенттерге нұсқаулық ретінде жасасаңыздар өте керемет болар еді. Мысалы, қандай тамақтану керек пациенттер осы бруцеллезбен ауыратын кезде, олардың диетасы туралы мәліметтер енгізсеңіздер, алдын алу шараларын жақсылап, сіздер қазір ошақта індетке қарсы шаралар бойынша берген екенсіздер, енді науқасқа нұсқаулық ретінде келесі сабаққа толықтырып жасап келеміз, иә? Отыра қойыңыздар. Ал отыра қойыңыз. Шырын. Бұл жағдайда амайдосылар деді және грамм плюс ракеткасы тәрізді. Грамм плюс емес, грамм 10 деп айтамыз, иә? Келесі. Айсауле. Антитоксикалық сарсу заламыз. Жарайсыз, дұрыс. Келесі. Güzel. Яғни бұл қай түрі екен? Бруцелла мериденсис, иә? Келесі. Ал, Нұрай. Өте жақсы. Енді бізде клин технологиясын біз сабақтарда жүйе қолданамыз, иә? Бүгінгі тақырыпқа байланысты екінші тапсырма бізде крил бойынша сіздерге арнайы сөйлем беріледі. Осы сөйлемді естиміз реттілігімен орналастырып құрастыратын боламыз. Ал бірінші топтан шығыңыз. Алина, тез. Мына жерде қазір сөйлемдер
қашан орналасқан, осыны тез ретпен орналастырамыз. Бірінші сөз пациализм, екінші қан, пациализм, резот, дұрыстап оқимыз. Ал енді сіздерді толық бүгінгі топтық жұмыстарыңыз бойынша бағалаймын и пысықтау бойынша бағалау жүргіземін. Дана тұра қойыңыз. Бұл жерде пайызбен бағалаймыз деп. Дана 75. Рауза сіз жаңағы екінші виклад кезеңінде пассивті түрде болдыңыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе үйге тапсырма береміз. Үйге тапсырмаға бізде тағамдық ботулизм, бруцеллез эпидемияға қарсы іс-шараларды жақсылап оқып келеміз. Және келесі тақырыбымыз бізде төңкерілген сынып технологиясы бойынша өтіне алдын алу іс-шаралары. Яғни бұл инфекцияларға тұмау және инфекциялар келеді. Эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру. Яғни бұл жерде біз тұмаудың этиологиясын және инфекция көзімен жұғу жолдарымен таныс боласыздар. Диагностикалау мен емдеудің негізгі принциптерін меңгересіздер. Туындайтын асқынулар мен олардың алдын алу шараларын меңгересіздер. Енді осы жерде сіздердің 3 топқа 3 түрлі тапсырма беремін. Яғни үй тапсырмасын беру үшін сіздерге қазір мен теориялық бейне дәрістер, яғни бейнелер, одан кейін слайдтар, келесі электронды оқу материалдарын WhatsApp сілтемелеріңізге жіберемін. Бірінші топқа, яғни инфекция тобына санитарлық санбюллетень құрастырып келу, яғни тұмауға санбюллетень құрастыру тапсырмасы беріледі. Келесі екінші топқа эпидемия тобына тұмау және ЖРВИ бойынша нұсқаулық, яғни пациенттерге арналған нұсқаулық құрастырып келу. Үшінші топқа пандемия тобына, яғни тұмау және жедел респираторлық вирустық инфекцияларға квест ойынын құрастыру. Бүгінгі үй тапсырмасы түсінікті болса, онда бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.